Қайырлы күн қымбатты көрермендер, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін тағы да біздің кезекті сабағымыз математика пәні бойынша жаңартылған білім мазмұны бойынша бізге әдістемелік көмек көрсету мақсатында өрлеу біліктілікті арттыру орталығының халықаралық дәрежедегі тренері Маржан Ыбырайханқызы келіп отыр. Бүгінгі жалпы өтіп жатқан сабағыңыз жайлы қысқаша баяндап берсеңіз. Рахмет. Нөмірі 83-ші жалпы орта білім беретін мектебінің әкімшілігінің тарапынан бізге сұраныс келген болатын. Біздің жас мамандарға және де мынау әдістемелік курстан кейінгі әдістемелік қолдау ретінде бізге жаңартылған білім мазмұны бойынша қысқа мерзім сабақ жоспарын құрау, белсенді әдіс тәсілдер және де мынау бағалау критерийлер тапсырмаларға байланысты құрауды және сол тапсырмаларға байланысты дескрипторды қалай құрау керек, оқушылармен кері байланыс пен рефлексияны қалай жүргіземіз, кері байланыс пен рефлексияның арасындағы өзгеріс айырмашылықтарды түсіндіріп беру болатын. Сол жұмыстар бойынша біз бірінші топқа бөліп, мынау мұғалімдер өте 83-ші жалпы орта білім беретін мектебінің мұғалімдері өте бір белсенді, жаңағы ізденімпаз, жаңашылдыққа құмар екендігін байқадым. Ең бірінші сабақтың басынан ақ байқалып тұр. Әсіресе мынау жасымыз келіп қалды, пенсия жасына келдік деп отырған жоқ. Гүлнар апайымыз, Марат ағайларымыз үлкен рахмет. Сонымен қатар жастарымыз өте елгезек екен. Қандай қазір біз жаңа онлайн тестпадпен жұмыс жасадық, өздеріңіз полименен кері байланыс алып жатырмыз. Барлықтарыңызда бір ұйымның ауызбіршілікте жұмыс жасайтынын көрсете білдіңіздер. Және маған қатты ұнайтыны, топпен жұмыс жасаған кезде біз табысқа бірге ұмтыламыз деген жаңағы девизбен жұмыс жасап жатырсыздар. Мен математикпін, мен жаңа информатикпін, мен жаңа робототехникадан беремін деп отырған жоқ. Барлығы сол бір тапсырманы орындау мақсатында бірігіп жұмыс жасап жатыр. Бұл деген осы мектептің ауызбіршілігін көрсетеді. Сіздерге барлықтарыңызға мен осы жаңартылған білім мазмұны бойынша жұмысты алға қойып, тек қана мектептің экономиканың ертең болашағы болатынына жас ұрпақтарды жақсы тәрбиелейтіндеріңізге сенімдімін. Рахмет сізге. Енді барлық сұрақтарыма алдын ала жауап беріп қойдыңыз. Бүгінгі жылы ілтипатыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да осы арадағы алтын көпіріміз бекем болсын. Сізге алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.